Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі стилде осындай керемет күшті болып шығатын осындай дәмді пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Бір істегеннен тура керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі осындай керемет тез дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен бос табаға ашыған жылы сүтімізді құямыз. Содан соң үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Енді үстіне бір шай қасық тұз саламыз. Және де сода саламыз кішкене. 3 ас қасық қантымызды саламыз. Енді үстіне күнбағыс майын құямыз кішкене. Енді осыны венчиктің көмегімен жақсылап араластыра аламын. Мінекей барлығы жақсылап араластырып болған соң үстіне ұнымызды саламыз, бірақ бәрін емес, жартысын бірінші салып аламыз. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап бірінші араластырамыз. Қолға жабысатындай қамырымыз дайын болу керек. Осылай. Қасықтың көмегімен жақсылап венчиктерін түсіріп аламыз. Енді қалған ұнымызды саламыз. Жақсылап қолның көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Мінекей осындай қолға жабыспалы кішкене қамырымыз дайын болды. Енді бұны ыдысымызға салып қоямыз. Қақпағын жауып қоямыз да үй температурасына бір 30 минутке қойып қоямыз. Мінекей 30 минутымыз өтті. Қамырымызды қазір аламыз. Енді астына ұнымызды себемізді жақсылап. Үстіне ұнымызды себеміз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз.
Осындай кружканың көмегімен домалақ жасаймыз. Мінекей осыны керемет кішкентай бутылочканың көмегімен ортасына дөңгелетіп аламыз. Бұл менен лайфхак. Егер де сіздерде бұндай менде сияқты жоқ болса. Енді осылай бетін жауып 20 минутке қоямыз. Мінекей майымыз қызып тұр. Енді үстіне пончиктарымызды саламыз. Осылай майдың ішіне кіріп тұру керек. Қызарып пісіріп аламыз. Екінші жағын аударамыз. Мінекей осылай қызарып шықты. Ыдысымызға салып аламыз. Тағы да көрсетем. Енді осыны водяной баняға жақсылап ерітіп аламыз. Мінекей біздің керемет пончиктарымыз дайын болды. Осылай керемет болып шығады, воздушный болып, дәмді болып шығады. Сіздер де тура осылай жасаңыздар, міндетті түрде сіздерде де осылай бір істегеннен шыға келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыз ас болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.